Жаман әдеттен қалай айырылуға болады лас сөздерден дейді. Өте орынды сауал екен, бауырлар. Мұсылмандардың қазір көпшілігі расында да тілін тыю деген мәселені біле алмай қалады. Қанша намазхан болса да аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып кетеді. Ораза тұтыңыз дегім келеді. Өйткені оразашы адам жалған сөзді болмайды, біліп алыңыз. Ғайбат сөйлемейді, балағат сөйлемейді. Өзіңіздің нәпсіңізді ораза тұтып қуырсаңшы. Уақыт-уақытымен ораза тұтып тұрмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: дүйсенбі, бейсенбі оразаларын тоқтамай тұтып жүрген адам 1 жыл ораза тұтқанның сауабын алады дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақтаған оразаның ең төресі бұл Дәуд пайғамбардың оразасы. Бір күн тұтып, бір күн тұтпаған ораза. Ең оразаның төресі, нәпіл ораза әлбетте. Нәпіл оразаның төресі және тәжі осы Дәуд пайғамбардың оразасы болады. Ораза тұтсаңыз, иншалла, көп пайда аласыз.